Қалайсыздар? Бұл 28-ші сабақ, және бұл 28-ші сабақта не нәрселермен өтетінін алдын ала сіздермен таныстырып жіберейін. Біз I will дегенді өткен едік, бұл екінші часть. I will дегенді өткен едік. Осы I will алдыңғы сабақта болашақты білдіреді дедік. Бірақ бұл сабақта біз болашақты білдірмей, қазіргі уақытты білдіретінді үйренеміз. Және егерде бір нәрсе шешім қабылдасақ, I will-ді қолданатынды үйренеміз. Және соған байланысты мына жерде иллюстрациялар бар, мысалдар келтіреміз. Және shall алдыңғы сабақта айттық. Shall деген қазіргі современный ағылшын тілінде қолданбайды деп айттық shall жайында. Осы 27-ші сабақта қазір бұл жерде shall бір жұмсақтықты, бір нәрсені әдеппен сұрағанда сондай нәрсеге қолдану керек екенін үйренеміз және бұл сабақтарда. Ендеше сабақты басынан бастайық. Қазір бір сабақты басынан бастаймыз, бірақ бастамастан алдын сіздерге бір өзгерістер менде пайда болғанын айтып кеткім келеді. Біріншіден, мен YouTube'та басында телефон номерімді тастайтын едім. Қазір дейтін ссылка қойдым, басып бірден WhatsApp немесе Телеграмға кіріп кете аласыздар. Неге сіздерге оны ұсындым? Себебі сіздер егерде бұрынғы сабақтарды қарап жүрген болсаңыздар, мен сіздерге паттерн системасымен оқу жүйесін сіздерге ұсынған едім. Енді сол жүйені тағы бір ішінде өзгерістер бар. Яғни өзгерістер дегенде сөздік қорды тиімді жаттау ішінде бар. Қалай ол тиімді жаттауға болады? Яғни байқасаңыздар, бұл кітаптағы ережелер жақсы келтірілген, түсінікті, терең. Бірақ бұның ішінде бұл кітаптың ішінде барлық керек болған сөздік қорлар жинақталмаған. Мұнда көбінесе акцент грамматиканы түсіндіруге арналған бұл кітап. Ал менің Телеграм каналында бұған қоса өзім қолданатын әрдайым қолданыста бар сөздерді ұсынатын боламын. Және ол паттерн системасында болады. Және ескі грамматикаларға сіз уже үйреніп, ол тіліңізде жақсы болған ескі грамматикеге жаңа сөздерді қосатын боламын. Жаңа сөздер, жаңа қолданып жатқан. Ал жаңа емес, ескі сөздерді, бұрын жаттаған сөздерді, мысалы phone, звондау, go, бару деген сияқты, жаңа қолданысқа келіп жатқан грамматикеге ескі сөзді саламыз. Сонда ескі сөзге жаңа грамматикеге ескі сөз. Сол нәрсемен қолданумен және ол сөздер бірінші, екінші, бесінші сөйлемдерде қайта келумен сізге сөз жаттау жеңіл болады. Оның барлығы қалай оқу керек, қалай жазылуға болады, қалай паттерндарды алуға болады, және сол паттерндардың біреуін істеп көруге болады ма деген сұрақтар болатын болса, онда осы астындағы ссылканы басып, WhatsAppқа кіріп, Телеграмға кіріп, маған жазсаңыздар, мен сіздерді түсіндірме жабық Телеграмға қосамын. Сонда барлығы көрініп тұрады. Тіпті бір паттернді 3 грамматикалық ереже үйреніп шығасыздар. Сондықтан ерінбеңіздер, кіріп қараңыздар. Оны кіріп сұрап білу үшін ақша сұрамаймын. Ал егерде ұнап тіркелгіңіз келетін болса, онда ол каналға безлимит, яғни бір кіріп қаншалықты мүмкіндік бар, соншалықты қолдана беру үшін оның ақысы өте арзан болады, қолжетімді болады, тіпті студенттерге. Сондықтан қарап көріңіздер, егерде бәрібір ағылшын тілін үйреніп алғыларың келсеңіздер. Ал біз сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бұл 28-ші сабақ Essential Grammar News деген кітап бойынша. Ол кітап керекті болған ережелерді бізге ұсынады ағылшын тілінде, және осы кітапты үйреніп шықсаңыздар, сіздерге шетелде еркін тұруға жеткілікті болады, иншалла. Бұл 28-ші сабақ, ал бұл кітаптың ішінде 100-ден көбесе сабақ бар. Біз 28-ші сабақтамыз. Осы 28-ші сабақта will, shall деген модель көмектескіш етістіктерді біздер үйренетін боламыз. Бұл екінші часть, екінші бөлігі. Бірінші бөлігін біз өттік 27-ші сабақта. Кім өтпеген болса, кері қайтып қарап шықсаңыздар болады. Суретті қарайтын болсақ, бір адам ауыр нәрсе көтеріп келатыр. Екінші адам I'll carry it for you. Мен сен үшін бұны көтеремін деп тұр. Мына жерде I will carry деп болашақтың формуласын қолданып тұрса да, I'll carry деп мына жерде ұсыныс, біреуге бір нәрсе көмегіңізді бір нәрсе ұсынатын болсаңыздар, бұл will сөзін қолданады. Will сөзін қолданады да, бірақ қазіргі уақытты білдіреді. Біреуге бір нәрсе ұсынып жатсаңыз, I'll carry, мен бұны көтерейін
деген ол қазіргі істейін деп тұрған нәрсе, ертең көтеремін деп тұрған жоқсыз. Қазір ғана, бірақ I will carry деп қолданасыз. Және егерде бір шешім шығарған болсаңыз да I will мен қолдана аласыз. Мысалы, мына жерде екі адам қоштасып кетіп баратыр. Айтады қыз бала, bye, I'll phone you tomorrow, okay? Жақсы, мен ертең саған звондаймын дейді. Мына жерде ертең деген сөзбен де болашақты білдіріп тұр. Мына жерде бірақ бір нәрсе шешім шығарсаңыздар I will-ды қолданасыздар. Мына айтып тұр, you can use I will, яғни when you offer something, бір нәрсе ұсынсаңыз, or decided to do something. Егерде бір нәрсе істеуге шешім шығарсаңыз, I will деген сөзді қолданатын боласыз. Мысалы, my bag is very heavy. I'll carry it for you. Менің сумкам өте ауыр дейді. Біреу айтады, I'll carry it for you. Мен көтерейін дейді сен үшін. I will carry it. I'll phone you tomorrow, okay? Okay, bye дейді. Мен саған ертең звондаймын дейді. I will phone you. We often say, I think I'll. I don't think I'll. When we decide to do something. Біз жиі айтамыз дейді, I think және I will мен бір нәрсе. I don't think, I will мен бір сөйлем. Осындай сөйлемдерді айтамыз дейді, бір нәрсе шешім шығарғанда. Мысалы, I am tired. Мен шаршадым. I think I'll go to bed early tonight. Мен ойлап тұрмын, мен ұйқыға ерте кетемін деп. I am tired. Мен шаршадым. I think. Мен ойлаймын. I'll go to bed early tonight. Мен ойлаймын, I will go to bed. Барамын деп. Немесе, it's a nice day. I think I'll sit outside. Бүгін керемет күн дейді. I think, я думаю, мен ойлаймын, I'll sit outside. Мен сыртта отырамын деп. Немесе, it's raining. Қазір жаңбыр жауып тұр. I don't think I'll go out. Я не думаю, что я пойду на улицу. Мен ойламаймын сыртқа шығамын деп. I don't think I'll go out. Яғни мен сыртқа шықпаймын деп ойлаймын дейді. Don't use the present simple I go, I phone in sentences like this. I go, I phone деген present simple'ды қолданба дейді мынандай сөйлемдерде. I'll phone you tomorrow, okay? Мысалы, мен саған ертең звондаймын. Not I phone you. I phone you деп айтпаймыз. I think I'll go to bed early. Not I go to bed. I think I'll go to bed early. Мен ерте төсекке жатамын деп ойлаймын. Ерте, яғни ұйықтаймын деп ойлаймын. Деген кезде I will-ды қолданамыз. Not I go демейміз. We don't use I'll for something you decided before. Бұны біз 25-ші сабақта да, 26-ші сабақта да айтып кеттік. I will дегенді қолданбаймыз, егерде біз осы сөзден алдын шешіп қойсақ ол нәрсені. Қараңыздар. I am working tomorrow. Мен ертең жұмыс жасаймын. Сіз шешіп қойдыңыз, ойладыңыз, мен ертең жұмыс жасаймын деп бір шешімге келдіңіз. Сол кезде I will work tomorrow деп айтпайсыз. I am working деп айтасыз. Бұны біз алдыңғы сабақтарда асықпай кәдімгі бір сабақты осыған арнаған едік. Қарап шықсаңыздар болады. I am working деп present continuous'ты, бірақ болашаққа қолданамыз. Қай кезде қолданамыз? Егерде сол болашақты біз ертерек шешім қабылдап қойған болсақ, яғни ойластырып қойған болсақ. There is a good film on TV tonight. I'm going to watch it. Бүгін түнде кеште телевизорда жақсы кино болады дейді. Мен оны қарайын деп жатырмын дейді. I'm going to watch. Көрдіңіз бе? Міне шешім шығарып қойған. I'm going to watch. Мен оны қарайын деп жатырмын. Міне be going to, I'm going to деген орыс тілінде я собираюсь. Я собираюсь смотреть. I'm going to watch. What are you doing at the weekend? Неде уикендте демалыста сен не істейін деп жатсың? Қандай план? Не нәрсе шешім шығарып қойдың? Не нәрсе ойлап қойдың? Қандай ниет білдіріп қойдың? What are you doing деп айтамыз. Not what will you do. What will you do демейміз. Енді shell'ды қарайтын болсақ, осыны алдыңғы сабақта өткен едік. Shell деген қазір современный ағылшын тілде қолданыста жоқ дедік. Бірақ бұл жерде сұрақ қойсақ, shall I немесе shall we. Осы екі сөйлемде ғана I мен we-да, мен бізде. You, they, he, she-ға shall қолданбайды. Shall I, shall we. Shall I answer the phone? Мысалы, телефон шырылдап жатыр картинкада. Қасында мына әйел адам айтып тұр. Мен телефонды алайын ба? Деп бір ұсыныс сияқты тастап тұр. Қалай ойлайсыз? Жақсы нәрсе ма? Деген сияқты мен егерде тұрып қалсам. Shall I answer the phone? No, it's okay. No, it's okay. I'll answer. Жоқ, ештеңе етпейді, мен жауап беремін. Деп жауап беріп тұр. Shall I, shall we
Do you think this is a good thing to do? Do you think this is a good idea? Бұл shall I, shall we деген қалай ойлайсың деген сияқты. Қалай ойлайсың, бұл жақсы ой ма? Қалай ойлайсың, бұл жақсы идея ма? Қалай ойлайсың, мысалы бір киім киіп тұрсыз, мысалы бір вечеринкеге шығайын деп жатсыз да, айтасыз досыңыздан, қалай ойлайсың, мен мынаны киіп алсам ба деген сияқты. Shall I wear? Мен бұны киіп алсам ба, бұл киімді деген сияқты. Сондай бір идеялар, бір нәрсе сұраған кезде осы shall I-ды қолданамыз. Мысалдарға қарап көрейік. It's very warm in this room. Shall I open the window? Бұл бөлме өте ыстық дейді. Өте ыстық. Shall I open the window? Есікті, терезені ашсам бекен, қалай ойлайсың? Жақсы ой ма бұл, егерде терезені ашсам деген сияқты. Shall I open the window? Shall I phone you this evening? Кешке бүгін звондасам қалай саған деген сияқты. Саған бүгін кешке звондасам қалай? Shall I phone you this evening? Yes, please. Әрине деген сияқты. I'm going to a party tonight. What shall I wear? Міне жаңағы айтқан мысал кітапта келіп тұр. Мен бүгін кешке вечеринкеге барайын деп жатырмын дейді. I'm going to a party. What shall I wear? Не нәрсе кисем екен деп тұр. What shall I wear? Қандай ой бар? Не нәрсе кисем екен? It's a nice day. Shall we go for a walk? Бүгін күшті күн. Сыртқа шықсақ бекен прогулкеге. Shall we go? Where shall we go for our holidays this year? Осы жылы демалысқа қайда барсақ екен? Where shall we go? Where shall we go? Осылай айтамыз. Қалай ойлайсың деп андай бір жұмсақ түрде осындай ой дұрыс па, бір жаққа шықсақ бекен деген сияқты сондай сөздер айтқан кезде shall we, shall. Let's go out this evening. Okay, what time shall we meet? Кеттік, кешкісін сыртқа шығайық дейді. Жақсы, қай уақытта біз кездессек болады? What time shall we meet? Осымен сабағымыз бітті. 28-ші сабақ. Ұнаған болса лайк басып қойыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Егерде осындай ағылшын тілі жүріп жатыр деп, осындай систематичны басынан бастап аяғына дейін толықтай сабақтар өтіп жатыр деп достарыңызға ұсынсаңыздар, мен өте қуанар едім. Және өздеріңізде егерде тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Себебі біз сабақты ағылшын тілін толықтай осы каналда қазақ тілінде жеткізуге тырысатын боламыз иншалла. Бұл бірінші кітап. Бұл бірінші кітаптың өзі бірталай, және осының екінші одан да күрделі кітабы бар. Оны да өтуге тырысамыз иншалла. Сіздерден қолдау күтеміз.